ертеде адамдар циркодийді барлық аурулармен күресу үшін қолданған. Ғажайып өсімдіктің жапырақтары, гүлдері мен тамыры жоғары тиімді тыныштандыратын және нығайтатын құрал ретінде қолданылған. 21 ғасырда жылдам циркодийдің денсаулыққа пайдасы оны шай мен кофеге қарағанда танымал етті. Өсімдіктің тамыр жүйесі дәрумендерге, ақуызға және таниндерге, органикалық қышқылдар мен минералдарға өте бай. Достар, қаңтар айының соңына дейін 1000 оқырманға жетуге көмектесулеріңізді сұраймын. Ол үшін каналға тіркеліп, видеоларды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Циркодийдің 10 пайдалы қасиетіне келіп тоқталатын болсақ, біріншіден, жүйке жүйесіне оң әсер етеді. Еріген сусынның көмегімен сіз ұйқысыздықты ұмытып, көңіл күйіңізді қалыпқа келтіре аласыз. Ол жүйке қозғыштығында таптырмас көмек көрсетеді. Екіншіден, ішек микрофлорасын жақсартуға көмектеседі. Дәрілік өсімдік құрамында инулин бар. Ол ішектің ішіндегі пайдалы бактериялардың көбеюін қамтамасыз етеді. Олар денені микробтар мен вирустардың әсерінен қорғайды. Үшіншіден, адақтауға көмектеседі. Еритін циркодий метаболизмді қалыпқа келтіреді, майлардың сіңуін бәсеңдетеді және ағзаны токсиндерден тазартады. Төртіншіден, бұл қант диабетіне пайдалы. Зауыт құрамында глюкоза деңгейін төмендететін заттар бар. Бесіншіден, диуретикалық. Бұл ісінуді жоюға, улы заттар мен токсиндерді ағзадан шығаруға көмектеседі. Алтыншыдан, суық тию кезінде пайдалы. Температура, тамақ ауруы және басқа тамақ ауруларымен күресуге көмектеседі. Жетіншіден, өт тоқырауының алдын алады. Сегізіншіден, кофеге тамаша балама болып табылады. Таңертең бір кесе сусын ішкеннен кейін сіз қуат алып, қуат дозасын көбейте аласыз. Кешке күннің соңында циркодий керемет седативті әсер етеді. Тоғызыншыдан, микробқа қарсы агент болып табылады. Ауыз қуысының шышты қабығында өмір сүретін зиянды бактерияларды оңай жояды. Нәтижесінде сағыз ауруының ықтималдығы төмендейді. 10-шыдан, бауыр, бүйрек және көк бауыр ауруларын емдеуге көмектеседі. Тәбетті қалпына келтіреді, иммунитетті көтереді және жүрек бұлшықеттерін күшейтеді. Егер сіз циркодийді тұтынбаған болсаңыз, онда міндетті түрде қолданып көріңіз. Бұл денені сауықтыруға және көп ақша үнемдеуге көмектеседі. Өйткені оның бағасы шайға немесе барлығының сүйікті кофесіне қарағанда әлдеқайда аз. Циркодийдің танымал болуының сыры гүл түбірі дәрумендерге, глюкозаға және таниндерге өте бай болуында. Одан ұнтақ жасалады. Оның негізінде кейіннен керемет сусын дайындалады. Панкреатит пен гастрит кезінде пайдалануға болады ма? Осы тақырыпта анықтайық. Панкреатит кезінде еритін циркодийді қолдану ұсынылады. Өйткені оның құрамында ұйқы безінің жұмысын жақсартатын инулин бар. Тіпті жаңа варикозды тамырлармен ауырған кезде сіз оны кез келген түрде пайдалана алмайсыз. Дәл осылай әртүрлі қан тамырлары аурулары бар науқастарға қатысты сақтықпен пайдалану керек. Гастрит кезінде циркодийді дәрігермен кеңескеннен кейін ішу керек. Науқасты егжей-тегжейлі тексеруден өткізгеннен кейін дәрігер аурудың кезеңін анықтайды және ем береді.